Батырлардың ұрпақтары батыр болуы керек еді ғой, ал біздің қазақтар қорқақ дейді. Бұл қазақ деген халықты енді айтсаң, таңды таңға жалғап айтуға болады. Мысалы, Таиланд дейтін ел бар. Таиландтар оңтүстік шығыс Азияда бірде бір отаршыл елдерге отар болмаған, таңғажайып соғыстар жүргізген, өзінің патшалық мемлекеттік құрылымын ерте жасақтаған, тарихтан бері шұғылалы әдебиетімен, мәдениетімен, өркениетімен танылған ел. Ескі өркениеті бар. Ал сол Таиланд осы кезде бүкіл дүниедегі ең сорлы, ең қор елге айналды. Неге? Батыр ел деді. Еркектер батырлық, бокс өнері, жұдырық, Тайванның анау бір тіземен ұратын өнері, еркін күрес, сол сияқтының бәрінде мықты еді. Бірақ дүниедегі ең сорлы елге айналды. Неге? Солардың ата-бабалары да мықты батыр ел болған. Себебі билік халықтың тоз топалағын шығарып жүрді. Билік халқын тоз топалаң қылып жіберді. Сол зұлым билік, мына патшалық жүйе Таиландтағы, шексіз соған бағыну, табыну, ең соңында Таиландты құрытуға алып келді. Бізде де қазір мынау бір топ клан қалыптасты, әлемдік адамзаттық деңгейде ірі байлар қалыптасты. Енді қазақ басын көтермесе, осылардың ұрпақтарына дейін қазақты тұқымнан тұқымға жалғап билеп қалмақшы.